Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен бүгін сіздерге балықтарға қалай дезинфекция жасау керек, калий перманганатымен қалай дезинфекция жасау керек, соны көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге мынандай аптекада кәдімгі сатылатын дәріханада калий керек. Енді қазір сіздерге мынаны қанша қосу керек, мен көз жобамен көрістім. Жағасы жақын. Жобамен осындай дезинфекция жасауға болады. Шабамыз. Балықтарымыз мынау. Сазандарымыз. Осы сазандарды қазір мынаған салатын боламыз. Кеттік. Балықтардың денесінде бір жарақаттар болса, соларды, бұндай жарақаттарды мынандай мысалы ұрылған, соғылған, қандай да бір жара болатын болса, күдіктенсеңіз, өстіп дезинфекция жасап, сосын барып тоғаныңызға сала берсеңіз болады. Шамамен біз кішкене көп болып кетті. Шамамен 30 секунд ұстауға болады. 30 секунд шамамен. Бүкіл жеріне жағылу керек. Енді оларды мынандай таза суда тазалап аламыз. Жалғасынан түсір. Міне дезинфекция жасап болғаннан кейін осында қайтадан таза суға салып шайып аламыз балықтарды. Содан кейін бұл суды көлге жақындатпау керек. Далаға төгіп тастау керек. Мына қалған балықтарды енді көлге жібере беруге болады. Бүгін күріш шектерінен, атыздарынан ауланған сазандар. Балықтарымыз кетті.